Алматы білім басқармасына қарасты Алатау ауданында орналасқан Інжу Бэбиленд балабақшасы ұлыстың ұлы күнін айшықты өткізді. Әз Наурыз ұлттық тәрбие бастауы деп аталатын семинардың маңыздылығы балабақшаға енгеннен-ақ сезіліп тұрды. Шаңырақ, қосқанат киіз үй, ұлттық тағамдар, қолөнер бұйымдары мен ұлттық киіммен сән-салтанаты келіскен тәрбиешілер мен бүлдіршіндер кеш көрігін қыздыра түскен. Ата-аналар, өзге балабақша қызметкерлері мен Алатау аудандық білім бөлімінің бас маманы Зиитова Мәншүк Сапиқызы қатысқан ауқымды мереке кеше, бүгін және болашақ ұғымын бір арнаға топтастырып тұрғандай. 2021 жылы ғана ашылса да, бүгінде әр бүлдіршінді бір мақсатқа үндеп, бұл мерекенің отанға деген сүйіспеншілік пен ұлттық сезімге баулитынын балабақша меңгерушісі Әйгерім Амангелдіқызы ерекше атап өтті. Інжу Бэбиленд балабақшасында Наурыз мейрамы өтіп жатыр. Кішкентай балаларымызға біздің бұрыннан келе жатқан әдет-ғұрпымызды, Наурыз мейрамымызды насихаттау мақсатында өтіп жатқан іс-шарамыз бұрынғы ұмытылып кеткен дәстүрлерімізді, тағамдарымызды насихаттайтын боламыз. Бүлдіршіндердің әсем әні мен мұң бұралған биі мерекеге келген көрерменді тәнті қылды. Кішкене жүректерінен шыққан өнерлерін өздеріне ұсынып жатқанын қуана қабылдап, ықыласпен қол соқты. Ұлтының биін, әнін, сәнін нақышына келтіре ұсынған өнерпаздар бірлік, татулық сияқты тәрбиені де бойына сіңіріп өсіп келе жатқандай. Өзге ұлттың өнеріне құрметпен қарай отырып, өз ұлтының құндылығын қастерлей білетіні анық. Өйткені бұл тәрбие ошағында әкелер мектебі, әжелер мектебі, аналар мектебі жүйелі жолға қойылған. Бүгін әкелер мектебі деген мектеп ашып жатыр екен. Соларға үлгі өнеге бола келдік. Бұл десат өте жақсы, көркемделген, жақсы жасалған қазақи ұлттық дәстүрлер жиі жүріп жатады ылғи. Мынау енді наурыз айында ұлыс оң болсын, ақ көк болсын деп, әр жылымыз аман болып, жылдан жылға аман сен жете беруге төрткенімізге Құдай нәсіп етсін. Келудегі мақсатымыз бүгін міне Наурыз мейрамын өткізіп жатыр. Сол жерде бізді қадірлеп шақырған қонақтармыз. Осындай Наурыз үзілмесін, қай жерде болсын бала шағамыз өсіп өне берсін. Тек қана жақсылықтарда осылай балаларымыздың қызығын көріп жүруге әжелер қауымына нәсіп етсін Алла тағалам. Бір немерем, бір шөберем осы садикте жүр. Екеуі де үлкен топта. Қаншама жыл балаларымызды беріп осы садикте тәрбиесін көріп жатырмыз. Тәрбиешілері де, басшысы да, бар қызметкерлеріне мен ризамын. Қашан келсең жақсылықпен күліп қарсы алады. Тұлпар, Ерке, Жалын тобының балаларын тәрбиешілері де қолдап, бірге ән шырқап, кеш мазмұнын арттыра түсті. Кешегі ата-баба жолымен, дәстүрімен, ұлттық құндылығымен бүгінгі ұрпақ бойына нәр беріп, болашаққа аттандырып жатқан балабақшадағы Наурыз тек ән жырмен шектеліп қалған жоқ. Ұмыт болып бара жатқан ұлттық тағамдар қайта жаңғыртылып ұсынылды. Мынау бұрыннан келе жатқан ата-бабамыздың асы бұл қарын бүрме деп аталады. Қарын бүрмені негізінде шоққа көміп пісіретін болған бұрындары. Біз қарын бүрмені жазып көрсетейін сіздерге. Міне, осылайынан болады қарын бүрмені. Бұл тұзымызды мал бауыздаған кезде бауыздау қанын бір ағызып жіберіп, одан кейінгі қалған қанын алып, бауырменен қосып, таза қаннан бауыр қосып, күріш қосып, неше түрлі дәмдеуштерін қосып барып жасайтын. Бұның аты тұзымыз қазаққа. Қазір ұмытылып, әсіптеліп кеткен. Көнеден қалған келі, келсап, күбі, диірмен сынды тұрмыстық заттар таныстырылды. Ақсақалдың ақ батасымен тұсаукесер рәсімі өтіп, салт дәстүрден насихатталды. Ұлттық ойындардың ішіндегі төресі хан талапайды ойнату арқылы балалардың тапқырлық, ептілік қабілеттерін дамытуға ықпал еткен тәрбиешілер балалардың жылдамдығын жетілдіріп, есте сақтау қабілеттерін дамытуды назарға алатыны байқалды. Балабақша қабырғасында спорттық үйірме де өз деңгейде өтіп келе жатқанына куә болдық. Таэквондодан шеберліктерін көрсеткен бүлдіршіндер дені саудың жаны сау екеніне сендіре білді. Ал заман ағымына сай робототехниканы меңгерген балалардың дарынына жиналған көпшілік бәрекелді десті. Ақжарма тілектермен аяқталған Наурыз тойы бір науқандық шара немесе әлеуметтік акт емес. Ол ұлттық тәрбие арқылы жүзеге асатын жүйелі ұғым екенін дәлелдеп берді. Баланы тәрбиелей отырып, қоғамды тәрбиелейтінін ескерсек, Інжу Бэбиленд балабақшасы ұстанған бағыт ғибрат аларлық бағыт.
Осындай ойы да, бойы да түзу балабақша ұжымынан қанаттанып келе жатқан балдырғандарға қарап, Қазақстанның тәуелсіздігі тұғырлы болатынына сенім молая түсті.